Қазақстанда неге ешкім ешкі ұстағысы келмейді? Достар, сіздер білесіздер ме? Ешкі әлемде кедейдің сиыры деп аталады. Өйткені ол қарапайым күтіммен-ақ адамға мол пайда береді. Ешкі сүті сиыр сүтіне қарағанда 2 есе жеңіл қорытылады. Аллергиясы бар адамдарға да қолайлы. Оның еті диеталық маяз бағасы жоғары. Жүннен кашемир, мериносқа тең қымбат тоқыма өндіріледі. Ал Қазақстанда ше, елімізде ешкі малы болғанымен шаруашылықтар әлі де назардан тыс қалып отыр. Неге? Біріншіден, қолдау мен субсидиялар көбіне сиыр мен қойға бағытталған. Екіншіден, тұтыну мәдениеті дамымаған. Бізде ешкі сүтін ішетіндер аз. Нарықта дайын өнім аз шығарылады. Үшіншіден, кооперация мен өңдеу саласы кенже болып отыр. Бірақ шындық мынада, әлемде ешкі шаруашылығы табысты салаға айналып отыр. Франция, Нидерланд, Қытай сияқты елдер ешкі сүтінен қымбат ірімшік шығарып, миллиардтаған доллар табыс табуда. Қазақстанда да бұл бағытқа сұраныс артып келеді. Демек, ешкі шаруашылығын дамыту, таза өнім, экспорттық әлеует және ауылда тұрақты табыс көзі деуге болады. Уақыт келді. Ешкі болашақтың малы. Мүмкін сізге де осы саланы көру керек шығар. Қалай ойлайсыз? Достар, мына видеоны қой ұстайтын таныстарыңызға жіберіңіздер және де WhatsApp топтарда барынша бөлсіңіздер. Мүмкін қой ұстай бермей, бәлкім арасында ешкіге де мән беру керек шығар. Пікір қалдырып, ой жазып кетіңіздер. Сөйлеген Қараторғай.